Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, бір жасағаннан жақсы болып шығатын, әрі уақытты алмайтын шоколадный пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Оның үстінен 1 шай қасық қопсытқышты салып, 1 шай қасық ас содасын салып, жарты шай қасық тұзымызды салып аламыз. Оның үстінен 200 грамм қантты салып, барлығын видеодағыдай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң ұнымыздың ортасын ашып, 3 жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Бұл жерде жылы жұмыртқаны пайдаланған жөн, сол кезде биік әрі жұмсақ болып шығады. 3 жұмыртқаның үстінен сұйық майды қойып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Бұл жерде ешқандай да миксерді пайдаланбаймыз. Бізде осындай қою болып шығады. Келесі шетке қойып, сұйық массамызға кірісетін боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 40 грамм какаоны салып, оның үстінен қайнап тұрған 200 грамм ыстық суды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Көп тұрғандарыңызда ешқандай түйіршік болмауы керек. Содан соң сұйық массамызды дайын болып тұрған қою массамыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай 3-4 минут араластырсақ, жақсылап массамыз бір-біріне бірігіп шығады. Көп тұрғандарыңызда ешқандай да миксерді пайдаланбадым. Осы кезде духовкамызды алдын ала 180 градуста қыздырып ала берсек болады. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Міне біздің массамыз дайын, келесі формамыз дайындап алатын боламыз. Бүгін мен осындай 4 пішті формада пісіретін боламыз. Сары маймен жағып, формамызды дайын болған массамызды құямыз. Сіздер өз қалаларыңыз бойынша думалақ басқа да формамен пісіріп алсаңыздар болады. Дайын болған пирогымызды пешімізге 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Келесі шоколадный пирогтың бетіне сироп дайындайтын боламыз. Таза ыдысымызға 2 ас қасық какаомызды салып, оның үстінен 3 ас қасық қантымызды салып, араластырып алатын боламыз. Содан соң қанттың үстінен жылы сүтті құйып, барлығын газге қойып, араластырып, сәл жылытып алатын боламыз. Міне біздің сиропымыз дайын. Міне біздің шоколадный пирогымыз да пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ, биік болып шықты. Келесі видеодағыдай пышақтың көмегімен осындай 4 пішті бөліктерге бөліп алдым. Содан соң дайын болып тұрған сиропымызды ожаудың көмегімен осылай пирогымыздың бетіне барлық жағына тигізіп құйып шығатын боламыз. Сол кезде пирогымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міне барлық пирогымыздың бетіне сиропымызды құйып алдық. Тағы да 25-30 минутқа жақсылап сіңгенше қойып қоятын боламыз. Міне біздің сиропымыз жақсылап сіңді. Көп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, биік болып шықты. Үйде жасап көріңіздер. Жасалуы оңай әрі тез. Өз қалаларыңыз бойынша сәндеп жесеңіздер болады. Мен осылай кішкене мороженыймен сәндеп жеп көрдім. Дәмі өте керемет. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!